Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Бүгінгі видеом бүйрек ауруы және оны үй жағдайында емдеу жөнінде болмақ. Ал келесі видеом бүйректегі тасты үй жағдайында түсіру туралы. Келесі видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісіп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамның қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мл қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәруменнің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бүйрек ауруына нашар экология, лас ауа мен ауыз су, тағаммен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау, жиі инфекция жұқтыру себеп болады. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып, уқалап, массаж жасап, немесе қыздыратын маз жағып, өз бетімізше емдеуге әрекет етеміз. Алайда, ауыратын нүктені нақты анықтап алып, ем жасамасаңыз, соңы айықпас дертке ұласуы ықтимал. Сонымен, бүйрек ауруларының белгілері қандай? Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды. Ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Бірінші, зәрдің көбіктенуі. Кіші дәретке шыққанда, несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз, немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Екінші, зәр түсінің өзгеруі. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарат бере алады. Жалпы, дені сау адамның зәрі ашық сары болуы керек. Ал егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызыл түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Десе де, несептің түсі тұтынған тамағыңызға қарай да өзгеріп тұрады. Егер қызылша жесеңіз, В тобындағы дәрумен қабылдасаңыз, ол несептің түсін айтарлықтай өзгертеді. Үшінші, зәрі түсі тұнық болмаса, бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршақтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ, сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас пайданудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршіктер болмай, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзаны артық тұздан тазалау керек. Сондай-ақ, дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Ауырлық сезсеңіз, бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандай да бір толқынды сезсеңіз, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергенін деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқсу пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Бесінші, әлсіздік. Бүйрек эритроциттің және жілік майын ынталандыратын эритропоетин гормонының түзілуіне қатысады. Егер ол зақым алса, гормонның бөліну деңгейі төмендеп, адам әлсіздікті сезінеді. Мұны көпшілігі қаназықпен шатастырып жатады. Бүйрек ауырғанда бойыңызды әлсіздік билейді. Үнемі шаршауды сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Алтыншы, басыңыз ауырып, айналады. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығы, улы заттар сыртқа шықпай қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсер етеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып,
өзін жайсыз сезінеді. Ішіңіз ауырып, құсқыңыз келсе, егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз де, бұл белгілер орын алса, онда бүйрегіңіз ауыра бастағанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрі тағамдарды тұтынсаңыз, құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексертуге тура келеді. Кіші дәретке жиі барғыңыз келсе, бірден әжетханаға барғыңыз келіп, бірақ 1-2 тамшы ғана кіші дәретке отыратын болсаңыз, онда сізге шын мәнінде алаңдауға тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолына инфекция түссе, ол циститтен хабар береді. Сонымен қатар, бүйрек ауруының тас байланудың, қант диабетінің басты белгілері болып табылады. Тері солғын тартып құрғаса, бүйрек өз кезегінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, улы затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, су мен минералды заттар жоғалып, терінің құрғауы мен қабыршақтануына әкеледі. Қан қысымы көтерілсе, ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Әйелдердің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді үнемі пайдалану керек. Бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына әкеліп соғады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне ысқылап, жылы күйінде бүйрекке басу. Мұны күніне бірнеше рет қайталаған жөн. Сонымен қоса, қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Әр үйде болатын сөктің бүйрек ауруына қандай пайдасы бар екенін білесіз бе? Бір ас қасық шикі сөкке 1 стакан жылы су құйып, блендерге салып араластырыңыз. Алынған сөктің сұйықтығын, сүтін тамақтың алдында күніне 2-3 рет ішсеңіз, және осы процедураны 5-7 күн қайталап отырсаңыз, бүйрек ауруына таптырмас ем. Күнделікті уақытта 2 лавр жапырағын жарты стақан суға қайнатып ішіп отыратын болсаңыз, ағзаңыздағы бүйректің жұмысын жақсартуға үлкен үлесін қосады. Міне, үй жағдайында бүйрек ауруларынан қалай айығуға болатыны туралы менің бүгінгі видеом осындай. Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, және достарыңызбен бөлісуді, және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.